Сәлем достар, бүгін біз балалар сүйіп жейтін тағам сосиски в тесте, яғни нанның ішіндегі сосиска дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін 500 грамм ұнға, 1 шай қасық дрожжи, 1 шай қасық қант қосамыз. 250-300 грамм жылы тұз салынған су қосып, орташа жұмсақтықта қамыр елейміз. Енді 80 грамм сары май қосып, майымыз сіңгенше қамырымызды елейміз. Қамырды 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз, көтерілгенін күтеміз. Көтерілген қамырды жұқа етіп жаямыз. Видеода көрсетілгендей. Одан соң ұзынша етіп ленталарға кесіп аламыз. Қамырымызды дайын тұрған сосискаларға ораймыз. Видеода көрсетілгендей. Осылай барлығын жасап аламыз. Сұйық майымызды қыздырамыз. Біздің дайындап қойған сосискаларымызды қуырып аламыз, сап-сары болғанша. Біздің өте дәмді сосиска в тестелеріміз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңыздың, отбасыңыздың көңілінен шығады. Менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.